біздің жалпы мұсылмандардың дінінің, исламның жалпы рухы ол жамағаттық рух қой, қоғамдық рух. Қоғаммен бірге болу, қоғамның жағдайын ойлау, қоғаммен санасу, ауызбірлік, ынтымақ. Біздің жұма намазымыз, мысалы апта сайын жұма намазына жиналамыз. Не үшін жиналамыз? Жұма деген сөздің өзі жамаа, жинау деген сөзден шығып тұр. Жамаа деген жинау деген сөз. Жамағат деген, яғни осы жұма сөзі, жамаа, жамағат барлығы бір түбірден шығып тұр. Яғни ол бір жерге жиналатын адамдар, яғни жамағат. Жұмаға не үшін жинайды? Жұмада әр жұма сайын адам баласы егер бір-бірімен кездеспей кететін болса, бір-бірімен жолығып тұрмайтын болса, ол кезде бөтен болып кетеді.